Барлықтарыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен құйрық майдың 3 түрлі жасалу әдісімен бөлісемін. Құйрық май тарихтан бері ата-бабамыз күнделікті тұрмыста қолданып келе жатқан, қоректік қуаты мол, шипалық қасиеті зор, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан қасиетті азықтардың бірі. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен құйрық майды жақсылап жуып, тазалап аламыз. Сонан соң бірнеше бөлікке бөлеміз. Мінекей құйрық майды бөліп дайындап алдым. Енді 2 ыдыстың біреуіне пияздың қабығын жуып тазалап саламыз. 2 ыдысқа да тұз саламыз. 2 ыдысқа түйіршік қарабұрышты саламыз. Сонан соң лавр жапырағын саламыз. Пияздың қабығын құйрық майға әдемі түс беру үшін қолданып жатырмыз. Пияздың қабығы салынған ыдысқа құйрық майдың 2 бөлігін саламын. Екінші ыдысқа 3 бөлігін саламын. Үстіне құйрық май батып тұратындай су құямыз. Сонан соң орташа отта жарты сағат қайнатып пісіріп аламыз. Шыққан көбігін алып тастаймыз. Суымыз қайнағанша қатты отқа қоямыз. Пияздың қабығы салынған құйрық май түсін өзгерте бастайды. Орташа отта 30 минут қайнады, құйрық май дайын. Піскен құйрық майды толықтай суытамыз. Енді бізге дәмдеуіштер керек болады. Тұз, қарабұрыш, кориандр және сарымсақты барлығын жақсылап араластырамыз. Сарымсақты үккіштің ұсақ жағынан өткізіп алдым. Араласып дайын болған дәмдеуіштерді құйрық майдың барлығына жақсылап жағып шығамыз. Керекті заттардың барлығын видеоның астына описанияға жазып қалдырамын. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Алда бұйырса көптеген тағамдардың жасалу жолдарын салатын боламын. Дәмдеуіштің барлығын жағып дайындап алдым. Ендігі кезекте құйрық майдың 2 бөлігін паприкаға аунатып аламын. Қолымызбен жақсылап жағамыз. Сіздерге құйрық майдың 3 түрлі әдіспен жасалған түрін көрсетіп жатырмын. Бірінші құйрық майға тек дәмдеуіштер қосылған. Екінші түріне пияздың қабығы қосылып әдемі түс берген. Үшінші бөлігін паприкаға аунатып алдық. Мінекей 3 түрлі әдіспен жасалған құйрық май дайын. Қақпағы жабылатын ыдыстарға саламыз. Тоңазытқышқа 3-4 сағатқа салып қоямыз. Қаласаңыз бір күнге қойып қойсаңыздар да болады. Мінекей достар, 3 түрлі әдіспен жасалған құйрық май дайын. Құйрық май қанша майлы болса да ас қорыту жүйесіне өте жеңіл сіңіріледі. Менің отбасыма өте қатты ұнады. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.